Ассалаумағалейкумдер. Бүгін бізде ең бірінші обзорымыз Lada Granta атты көлік болады. Достар, біздер 3000 подписчикке жеттік. Қуаныштымыз, рахмет бәріңізге. Бүгінгі ең алғашқы қазақша обзор, қолдан келгенше қазақша қылып отырсам. Және бүгінгі бізде әрине Lada Granta атты көлігі 2012 жылғы 13 жылы алынған ең алғашқы автокөлігіміз осы. Мінекей. Осындай енді краскасына бояу ондайға мән бермесеңдер, Ладаға күшіп кеткен төбесі осындай делікте. Так, сыртына не айтамыз? Сырты обычный пустышка бұл деген. Және кішкене заттар бар, енді ештеңе етпейді. Бір хазайында тұрған нәрсе еще бұл. Так, шамамен 11 жыл владениеде тұрған. Өте тамаша автокөлік жалпы. Басы таксиге шықпасаң болды, және жұмысқа барып келсең, бұл өте жақсы мәшинелердің бірі. Енді басқа иномаркалармен салыстыруға келмейді әрине. Бұлардың ең минустері әрине ол коррозия алаңы. Автокөлік орысқа ғой негемен. Так, ішіне келсек, ішінде обычный мультироль жоқ. Айырбак тек біреу, арана тағы біреу бар. Мінекей. Так, осындай обычный приводлар, обычный дым жоқ, ішінде пустышка, тек пеш бар, сосын газ бар, әрине газ бар. Панель таксиге енді бәрі қалам-балам олады. Орыс көмегім. Тек мұның рөлі жұмсақ. Оның өзі кетіп отыр уже. Так, жалпы 3 сантиметр адамдарға нормальный. Так, тут светі бар. Самай қалған наузаты бар, ол бақдаш жоқ. Так, скорость 5 скоросты, обычный ручный. Аятын не керек? Бұл жай ғана Lada Granta. Екі сүретін алдыңыз, сосын екі алды бар, арты ручной. Бұл қазір жүріп тұрған шақырымы почти 190 мың километр болды, я. 190 мың километр болды. 190 мың километр. Және бұл Lada Granta туралы айтатын болсақ, жай ғана Lada и Granta. Басқаша ешқандай нәрсесі жоқ. Маңыздылығы, айырмашылығы анау мынау дымы жоқ, жай ғана мәшін. А пунктінен Б пунктіне барып келетін. Жұмыс үй. Таксап жететіндер осы таксиге жақсы мәшин. Енді краскасы көріп тұрғандай. Бір сөзбен, жай ғана Lada Granta. Ешқандай бұған обзор да керек емес, ештеңені түсіндірудің де қажеті жоқ. Бұл я Мерс, BMW, либо Toyota, немесе анау мынау емес бұл. Нағыз Lada Granta. Так, осымен обзорымыз қысқаша, нұсқаша қылып бізген шығарым деп ойлаймын. Мынау ең бірінші обзорым болады менің. Және осыдан қаралым нормаль жинатын болса, мен басқа машинаға басқаша дайындалып сөйтіп боламын. Мынау ешқандай дайындықсыз. Тек 3000 оқырман болғандықтан сразу тек осыны қуанғаннан сразу обзор түсіріп кеттім. Негізі ойлағаным мен 2000-нан түсіріп бастайын деп, 2000 просмотр. Но қол тимей қалды, анау мынау деп жүріп қалдық. Сонымен соны ақыры істедік. 3000-ға бірақ енді. Так, моторы обычный. 8 клапандық 4 штук поршны бар өзі. Өзі рамный мотор тұр. Алдағы уақытта сөйлеу мәнері бәрі жөнелетін болады. Яғни әртүрлі мәшинелер болады. Осымен қош, сау болыңыздар. Каналға жазылып кетіңіздер. Біздер енді 4000 жазылысуға мақсат қоятын боламыз.